матотциклдің не қажеті бар? Қар таппадың да Алматы қаласынан. О, жігіттер! Ассаламу алейкум, жігіттер! Қалайсыздар, қалдарыңыз? Қалай сіздермен бірге әдеттегідей Bamix YouTube арнасы бүгін 2023-те хитқа айналатын мототехниканың ішіндегі топ 5-тік гусеницамыз туралы болатын болды. Жігіттер, бұл гусеницаны өздеріңіз білесіздер, жігіттер. Бұл әрине қыстық мерзімде керек болады. Көптеген мотоциклистер немесе ауылда, қырда мал шаруашылығын айдап жүрген мотоциклистер ойлайды, жігіттер, что қыста мотоциклдің не қажеті бар? Оның барлығын Bamix компаниясы сіздерге арнайлап, сіздердің мотоциклдеріңізге немесе барлық мотоциклге бірдей қалыпта кез келген гусеницаның мото характеристикаларын алу арқылы кез келген мотоциклге келе беретіндей қылдырып, жігіттер, дәл осындай Bamix компаниясы заводтан Қытайдан арнайлап гусеница жасап шығарды. Әрине бұл гусеницаны жасау үшін бірнеше түрлі маркалы гусеницалардың характеристикаларын жинау арқылы Қазақстанның климатына келетіндей қылдырып арнайы жасаттық. Сол үшін, жігіттер, бүгінгі обзорымыз болатын болады. Бүгінгі обзорымызда біз сіздерге айта кететін гусеницаның характеристикасы. Жігіттер, сіздерге түсінікті болу үшін гусеницаның алдыңғы бөлігі, яғни шаңғы бөлігін бөлек түсіндірейік, артқы бөлігін бөлек түсіндірейік. Ал кеттік. Көбінесе сұрақтарыңыздың көп болатыны мынау деп ойлаймын. Сіздерге гусеницаның ұзындығы қызық болады. Мен сол гусеницаның ұзындығын өлшеп көрейін. Так, ол үшін арғы бастан бергі басқа дейін полностью өлшейтін боламыз. Жігіттер, міне өлшедік. 105 сантиметрді құрап тұр бұл гусеницамыз. Ұзындығы яғни 105 сантиметр. Өте ұзын көлемдегі. Қазір Қазақстан нарығында бұндай гусеница ешқай жерде жоқ. Тек Bamix компаниясына заказ беру арқылы алдырып аласыз. Нарықтағы ең жақсы ценалардың бірі болатын болады гусеницамыз. Және де бұның жалпақтығын өлшейік, жігіттер. Қарасаңыздар, жалпақтығы бізде 31 сантиметрді құрап тұр. Өте үлкен жалпақ көлемде. Бұның жалпақтығы неге керек? Қалың қарда сіз немесе мұздықтарда жүріп келе жатсаңыз, оңға, солға, поворотқа бұрған кезде жіңішке гусеницаларымыз тайып кетеді, боковойына құлап кетеді. Ал бұндай жалпақ көлемдегілер ешқашан таймайды. Қалың қарда да, биік тауға да, мұздықтардың үстінде де жүре аласыз. Жігіттер, енді детальны айта кетейін. Мына көріп тұрған темірді көрдіңіздер ғой. Бұл темір не деп ойлайсыздар? Бұл темір әрине гусеницаның крылосы. Сіздерге қалың қарда жүріп жатқан кезде қарды шашпас үшін және де артық заттардан лақтырған кезде технически ешқандай зиян тигізбес үшін арнайы осындай закрепленный темір қойдырылған. Және де мына жерде көріп тұрғандай роликтер бір емес, 6 ролик қойылып тұр. Бұл роликтің де әрине өз қызметі бар. 62-04 размердегі подшипник салынған арасына. Жігіттер, бұл 6 ролик не үшін қойылған? Көбінесе гусеницалардың обзорын көрсеңіздер 3 немесе максимально 5 ролик тұрады. Біз 6 ролик қойдырдық. Өйткені сіздерге характеристика жағынан, качество жағынан мықты болсын деп барынша ойластырдық. Және де ішкі рамаларына, ішкі темірлеріне детально мән бере кетсек, 2 амортизатор тұр. Бір емес, 2 амортизатор тұр. Бұл жерде амортизатордың қызметі сіз шоқалақтарда жүрген кезде, ойлы қырлы жерлерде жүрген кезде жұмсақтық барынша сондай комфорт беретін болады. Жігіттер, енді біз гусеницаның протекторының қалыңдығын білейік, жігіттер, қарасаңыздар. 3 сантиметр, яғни 30 миллиметрді құрайды. Штоп қалыңдығы. Бұл қалыңдық сіз тағы айтам, мұздықтарда немесе тауда бұл тайып кетпес үшін көмектесетін болады. Және де сіздерге 30-40 градус суықта қатып қалмас үшін осындай гелевий арнайы резинкалар қойдырылған. Және де оның арасын қарасаңыздар, мынандай жіптер орналасқан. Бұл сол резинканың качествосын көрсетіп тұр, жігіттер. Іріп кетпейді бұл. Суықтарда ірмейді, сынбайды. Және де қарасаңыздар, арасында осындай темірлер тұр. Бұл темір не үшін қойдырған? Темір креплениялар. Бұл мына арнайы өзінің гусеницаны айналдыратын 4 звездушкасы болады. Звездушкасы әрине темірден емес, гелевий, арнайы гелевий материалдан жасалған. Штоп гелевий материал суықтарда сынбас үшін
айырылып кетпес үшін темірлер сияқты. Сол үшін қойдырған осы темірді арнайы бұл гусеница жүру арқылы айналдырып тұратын болады. Әрине бұның тормоздық жүйесі қалай жұмыс жасайды деп қызықтырып тұрған шығар. Бұда дисковый тормоз қойылған, міне көріп тұрғандай дисковый тормоз масляный арнайы май арқылы бұны тоқтатады. Және де жігіттер, көбінесе осы гусеницаны қалай мотоциклге установить ету керек, яғни орнату керек деп жатасыздар. Орнатудың түк қиындығы жоқ, ол үшін обязательно арқа дөңгелегін және де арқа дөңгелекті ұстап тұрған маятник болады. Сол маятникті шешесіз. Сол маятниктің үстінде амортизатор болады. Ол амортизаторды қосып шешіп тастайсыз. Содан кейін осы гусеницаны әкелесіз, орнына салып, арнайы осы арқылы орнатып, амортизатордың орнына арнайы рычаг темір болады. Сол темірді саласыздар. И все. Так, жігіттер, енді сіздерге осындай обзорларды, осындай гусеницамызды жариялап көрсету үшін қар таппадық енді Алматы қаласынан. Сол үшін біз осындай кең далаға, осындай шөпке, топыраққа келіп тұрып, барынша сіздерге ертерек түсіндіріп көрсетейік деп. Так, көрсеңіздер, алдыңғы шанасына оралайық. Енді алдыңғы шанасында өте үлкен жалпақ көлемде бізге шана қойылған, шаңғысы. Бұның екі қатпарлыдан тұрады, асты жалпақтық, чтоб қалың қарда таймас үшін, және де үстіне тағы бір шана қойылған, двойной жүреді жігіттер бұл. Содан кейін бұл соқпай ма дейді, соқпалы бола ма дейді, онда ештеңе болмайды жігіттер. Арнайы двойной амортизатор, міне, бір амортизатор тұр, екінші өзінің вилкалары болады. Осы вилкалар арқылы барынша сізге комфорт беретін болады жігіттер жүрген кезде. И бұның кайфы менің ойымша бөлек жігіттер. Өзім былтыр қыста осындай снегоходты, осындай гусеницаны айдап көрдім. Енді қалың қарда уже бар ғой, бұдан адреналинді бөлек аласыздар. Бұл кайфы бар ғой, енді айтып жете алмаймын. Адреналин бөлек болатын болады. Бұған содан кейін көптеген сұрақтар қойылып жататын шығар, бұл гусеница кез келген мотоциклға келе ма деп. Осындай, дәл осындай эндуралар 200, 250 және де 300 кубтық эндуралардың бәріне келе береді жігіттер. Оған өзіміз гарантия беретін боламыз. Так, жігіттер, енді обзорымызды көп созбай, сразу сіздерге айдап лучше көрсететін болайық. Кеттік, ал, бисмилля. Жігіттер, көрдіңіздер ма? Осы бөлек адреналин. Енді көріп тұрғандарыңызда ешқандай аяқ қойғыш арқылы тіреп тұрған жоқпын. Яғни өзі дәл осылай смело тұра беретін болады жігіттер. Міне жігіттер, ешқандай аяқ қойғышсыз үстінде тұрмын. Бұл өзі осылай тұра береді жігіттер. Кайф. Жігіттер, содан кейін өздеріңіз көріп тұрғандағыдай жерді айырып тұрып жыртып жүрміз. Бұл қыста бұндай болмайды жігіттер. Біз барынша қар таппадық, қар таппағандықтан осындай шөпке, осындай топыраққа алып шығып айдап жатырмыз, сіздерге обзор болсын деп. Көргендеріңіздей өте күшті, 2-3 скоростьпен өте жақсы қозғалады. Ешқандай проблема жоқ. Дәл айдай берейінші. Секіреміз ба? Дай, кел, секіреміз. Жігіттер, өздеріңіз көргендегідей шынжыртабан гусеницамызға біз барынша технически жағын сіздерге қалың қар болмаса да осындай топырақта, шөпте айдап көрсеттік. Қолынан келгенше айтып жеткіздім. Жігіттер, егер де осындай гусеница сіздерге қызықтырса, Bamix компаниясының арнайы өзінің колл-центрі бар. Астына жазып кетеміз. Сол колл-центрге хабарласып, мен айтпаған информацияларды ала аласыздар и заказ бере аласыздар. 2023-тің қалың қысына, қалың қарына жігіттер, дайындалыңыздар ертерек. Жігіттер, одан кейін, егер де видео мұнаса Bamix-тің арнайы
каналына тіркеліңіздер, подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар. Қолдан келгенше келесі жолы гусеницамызды қай жерін айтайық, қайда барып түсірейік, сол туралы комментарий жаза кетіңіздер. Сіздердің өтініштеріңізді біз жерге тастаймаймыз.